Сәлем достар, бүгін сіздерді Сеулдің тыныс-тіршілігімен таныстыратын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сеулдің жергілікті тұрғындары жұмысты өз уақытында бастап, өз уақытында аяқтайды. Жұмыс уақыты кешкі 10-ға дейін. Жұмыстан соң шағын дәмханаларға барып тамақтанғанды жақсы көреді. 10 миллион халқы бар Сеулдің көшелерінде адамдар өте көп. Бүгін біз сіздерді Сеулдің тыныс-тіршілігімен таныстыратын боламын. Сағатына 8,5 мың вон ең төменгі жалақы. Ол теңгемен шаққанда 2800 теңге. Орташа жалақы айына 2,8 миллион 3 миллион вон. Теңгемен алғанда 926 мың және 992 мың теңгенің аралығы. Ал Сеулдегі ең жоғарғы жалақы айына 5 миллион вон. Теңгемен алғанда 1,654 мың теңге. Тұрғын үйлері қымбат емес пәтерді жалға алу бағасы 450 мың воннан басталады. Ол 148,596 теңгені және 6 миллион вон 198,534 теңге депозит төлеу керек. Бірақ айлық төлемнен және депозиттен бөлек есептеледі. Мұнда тұрғын үйді жалға алудың тағы бір ерекше түрі бар. Ай сайын төлемдерді төлеу қажет. Бірақ үлкен соммада депозит қалдыру керек. Ол 95 миллион вон болуы мүмкін. Кореяда ешкім өзіне тұрғын үй сатып алуды ойламайды. Себебі көп қабатты үйлердің өмір сүру уақыты 25-30 жылды құрайды. Азық-түлігі бір адамның апталық тамағы 80 мың вон. Теңгемен алғанда 26,187 теңгені құрайды. Бұл сомаға балықтың түрлері, көкөністер, жеміс-жидектер, тәттілер, ірімшіктер кіреді. Сеулде 1 килограмм көкөніс және жеміс-жидектердің бағасы 3,5 мың воннан басталады. Ол 1,5 мың теңге. Жаңғақтар 5900 вон. Ол 1948 теңге. Жұмыртқаның 10 данасы шамамен 6 мың вонға 1900 теңгеге шығады. Бұл қалада балықтың бағасы аса қымбат емес, 1800 вон, 600 теңгеден басталады. Бірнеше жыл бұрын Сеулде қарақұмықты, күрішті, сұлыны, жақсы ірімшікті, тәтті майды және авокадоны табу өте қиын болатын. Қазіргі таңда жергілікті дүкендерде барлығы бар. Кәрістерде маңызды келіссөздер мен кездесулер тамақтану үстінде өтеді. Сәлемдескеннен кейін тамақтандыңыз ба деп міндетті түрде сұрайды. Алайда кәріс тағамдарының дайындалу тәсілдері қиын болғандықтан жастар даладан тамақтанғанды жөн көреді. Сеулде жергілікті қарапайым кафеден тамақтану 10 мың 15 мың вон, 3 мың 4 мың теңгені құрайды.